أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Өмірдің тағы бір маңыз нәрсесін аттап кеткенін түсінбеді. Не екенін білесіздер ме? Бұны айырылған адамдар жақсырақ біледі. Барынан жақыннан айырылған адам болса, сол жақсырақ біледі оның дәмін. Жұрттан маған ақша керек жоқ дейді. Не керек? Жылу керек дейді. Дұрыс па? Бәрінен айырылған адам жұрттан не іздейді? Ақша дүние іздей ма? Жоқ, жылу іздейді. Сіздің баққан балаңыз да, асырап атқан балаларыңыз да сізден сол жылуды іздейді. Сізден ақша дүние іздемейді. Сіз ертең ойламаңыз, мен ақша таптым, дүние тауып осы бала-шағам үшін жүрмін деп далада жүрмеңіз. Бәлки сол бала-шағаңызға, әйеліңізге, әйел болсаңыз еріңізге көңіл бөліңіз. Сіздің жүрегіңіздің жылулығы қалады ертең өлгеніңізде. Ертең басқа жаққа кетіп бұрылсаңыз да сізден іздейтіні мынау дүние, баяғыда ақша беріп еді емес, жылулық іздейді. Ертең өскенде де балалар не іздейді ата-анасынан? Кезінде деп, әке шешем жас кезінде мені мойнына іліп көтеріп еді. Мына жерде былай жүріп еді, былай тұрып еді. Яғни тіпті ойыншық әперсе де ойыншықты дүние ретінде іздемейді. Бала не жағынан іздейді? Сіздің махаббатыңыздың маған деген белгісі деп түсінеді. Түсінесіз ба? Яғни сіздің әперіп атқан киіміңіз, ойыншығыңыз, соның бәрін ол жылулық деп түсінеді. Яғни бұл адамдардың мына дүниедегі сіздің, біздің келгендегі араласымыздағы нәрсе бұл жылулығымыз, жан жылулығымыз бауырлар. Осы нәрсе өмірдегі үлкен шекара. Соны ұмытпаңыз. Жақын бауырларыңызбен де, ата-анаңызбен де, Құдай-ау, ертең кетеміз бәріміз. 5 минут, 10 минут болса да сұхбаттасып қалыңыз. Қонақпыз бәріміз. Бірде бар да, бірде жоқ. Бірде аш та, бірде тоқ. Бұл дүние осы. Сол үшін сіз мен тек қана дүние табуым керек. Немесе кейбіреулерге ораза тұт десе, ораза айы деген нағыз жұмыс уақыты. Мен жұмысымды тастасам, оразаны кім тұтады дейді. Алла тағалаға сіздің жасаған мынау еңкейіп тоңқайған намаздарыңыздың қажеті жоқ. Сіздің жүрегіңіздегі жылулығыңыз керек Аллаға. Түсінесіз ба? Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: сендердің сойған құрбандықтарыңның қаны да, малы да, еті де, терісі де, дымы да Аллаға бармайды. Қажеті де жоқ. Бәлки сіздің жүрегіңіздегі тақуалық барады.